Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермендер. Бейт басында аруақпен кездесу. 70-ші жылдары бір туысқан ағамыз Целиноградта оқып жүріп, сол жақтың қызына үйленетін болды. Алғаш естігенде ата-анасы оған түбегейлі қарсы болған. Өйткені ол кезде оңтүстік пен солтүстік өңірдің салт дәстүрі, тәлім тәрбиесі, түсінігі, көзқарасы бәрі өзгеше болатын. Бірақ жаңағы ағамыз алған бетінен қайтпай, ақыры сол қызға үйленді. Елге алып келген соң амалы таусылған ата-анасы шағын етіп, ауыл тойын жасап берді. Алайда жеңгеміз бір ауыз қазақша білмейтін болып шықты. Ал ауылдағылардың арасында орысша білетіні бірен саран ғана. Сондықтан ағамыз үйдегілер мен жеңгемнің арасында штаттан тыс тілмәш болып жүрді. Ауылдың тіршілігі жалықтырса керек. Бір аптадан соң жеңгеміз кетемінге басты. Шыны керек, ата мен шешем туысқан ағамыздың ата-анасын мен солай айтатынмын. Бір жолата кетсе екен деп тілеп жүрген. Олардың тілегі тез қабыл болды. Жеңгеміз жолға жиналды. Бірақ ағамызды ерте кетті. Сол кеткеннен мол кетті. Ағамыз араға 2 жыл салып, төбесін бір көрсеткен. Бірақ жеңгемізді Алла тағала содан кейін арадан 18 жыл өткеннен кейін ғана көруді жазған екен. 2 қызы бой жеткен соң әкесінің ауылын көріп, туған туысымен танысқысы келіпті. Ағамыз бен жеңгеміздің ауылға келулеріне түрткі болғанда сол 2 қыз секілді. Бірақ ол кезде атам да, шешем де дүниеден өткен еді. Жеңгеміздің етегінен ұстап кеткен ағамыз ол кісілердің жерлеуіне де келмей, жамағайын адам сияқты телеграмма да салған жоқ. Сол ағамыз ата-анасының басына Құран оқытып қайтпақ ниетпен бала шағасын ертіп елге келді. Мазарат ауылдан 3-4 шақырым жерде. Облыс орталығынан келе жатқан жол бойына жақын маңда орын тепкен болатын. Әке шешесінің басынан аттап кетпейтін дедім екен, әлде ата-анасының жерлеуіне келмеген қателігін кеш болса да түсіндім екен. Алдымен ата-анасының қабіріне сәлем беріп, басына Құран оқуды ұйғарыпты. Такси жүргізушінен өтініп, жол жөнекей әке шешесінің басына соғып, Құран оқытып келіпті. Алыстан келген қонақтың құрметіне дастархан жайылып, қасына туған туғыз жиналды. Жиналғандар арасынан біреу: «Әке шешеңнің бейітін қалай таптың?» деп сұрады. Ағамыздың жауабын естігенде дастархан басында отырғандардың бәрі әруақ көргендей бір сәтте тілден қалып, үнсіз қатты да қалды. Оның себебі бар еді. Ағамның айтуынша, олар мінген таксист біздің ауылдың адамы емес екен. Сол себепті біздің ауылдың мазараты оған таныс емес. Атам мен шешемді де танымайды. Сондықтан мазаратқа келген соң таксист көлігінде қалыпты. Жеңгемізбен 2 қызы да мазарат ішіне кіруге қорыққан көрінеді. Сонан соң ағамыз жалғыз өзі мазарат ішінен әке шешесінің бейтін іздеуге кірісіпті. Бейт басына қойылған тастардағы қайтыс болған адамдардың аты жөнін қарап біраз жүреді. Бір кезде анадай жердегі бір бейттің басына Құран оқып отырған адамды байқайды. Бірден таниды. Өзімен бір сыныпта оқыған Әділ. Көптен көрмеген сыныптасын кездестіргеніне ағам қатты қуанады. Жолы болды. Енді әке шешесінің бейтінде табады. Басына Құран оқитында кісі табылды. Әділ деп айғайлады. Бірақ Әділ жауап қатпайды. Естімеген болар деп қайта айғайлайды. Бірақ Әділ басын бұрмайды. Құран оқып отырған соң қарамайды ғой.
айғай салғаным әбес болған екен деп Әділдің қасына барады. Әділ ағамызды танымайтын кісіше суық қарсы алады. Әділ, мен Қадырханмын ғой, танымадың ба? дейді. Бірақ Әділдің жүзінен жылылық байқалмайды. Маған реніші бар ма екен деп ойлаған ағамыз әңгімені көп созбай әке шешесінің бейіті қай жерде екенін сұрайды. Әділ соңымнан ер дегендей ишара жасап алға қарай жүреді. Сәл жүрген соң Әділ қатар тұрған екі бейіттің қасына келіп тоқтайды. Ол Қадырхан ағаның әкесі мен шешесінің бейіті екен. Ағамыз Әділден Құран оқуын сұрайды. Әділ тізерлеп отырып, дауысын шығармай, ернін жыбырлатып Құран оқиды. Құран оқып болған соң Әділ орнынан тұрып, ештеңе деместен кетіп қалыпты. Әділдің бұл қылығын түсінбеген ағамыз мынаның есі ауысқан ба деп ойлап, күтіп тұрған таксиге келіп отырып ауылға келіпті. Ал енді дастархан басында отырғандардың Әділ туралы айтқанын естігенде ағамыз тілден қалды. Өйткені Әділ 6 жыл бұрын қайтыс болған еді. Әке шешесі, 2 інісі мен қарындасы, 5 туысының бір мезетте көлік апатынан қайтыс болуы Әділге қатты соққы болған. Туыстарын жер қойнына тапсырған соң Әділдің жүйкесі сыр берген еді. Ол күнде туыстарының бейітінің басына баруды әдетке айналдырған. Мазараттан шықпайды. Таңертең барып кешке қайтады. Сөйтіп жүріп арадан 6 ай өткенде Әділдің өзі де сол мазараттан мәңгілік орын тапты. Бұл әңгімені естігенде ағам сенер-сенбесін білмей реңі өңіп мелшиіп отырып қалды. Ал жиналғандар болса ағамның айтқанына сенер-сенбесін білмей дал болды. Бірінен бірі шын ба? Қалжыңдап отырған жоқсың бе? деп сұраумен болды. Ертеңінде ағам ауыл молдасы мен 2-3 үлкен аталарымызды ертіп әке шешесінің басына арнайы барып Құран оқытып қайтты. Барған кісілерді кеше Әділді кездестірген бейітке де ертіп барған. Бейіт басындағы тасқа жазылған Әділ Әмірханұлы деген жазуды көргенде ағам есіне танып қала жаздапты. Сонда кеше кездестіргенім кісім Әділдің әруағы болған ма? деп молдадан мән-жайды сұрайды. Молда: ол Әділдің әруағы сенің әке шешесінің бейітіне арнайы келіп Құран оқытпақ ниетіңді құп көрген. Досың риза болған соң оның әруағы саған жол көрсеткен дейді. Ағам молданың бұл айтқандарынан сенер-сенбесін білмейді. Бірақ кешегі болған жағдайға түсінік таба алмайды. Сонан соң Темірхан аға Әділ мен оның туыстарының басына Құран оқытты. Сол күні Темірхан аға ата-анасына арнап ас берді. Құран оқыларда молдадан Әділ мен оның туыстарын да қосуды сұрады. Одан кейінде Темірхан аға отбасымен ауылда тағы бір аптадай болып ауылына қайтты. Олар кеткен соң ауылда Темірхан ағаның мазараттан Әділді көргені туралы әңгіме біраз уақытқа дейін тоқтаусыз айтылды. Біреулер ол расымен де Әділдің әруағы болған десе, енді біреулер Темірханға елес көрінген десті. Біреулер ол Темірханның ойдан шығарғаны деп сенбеді. Бірақ Темірхан ағаға өтірік айтудың қажеті қанша? Алайда ол оқиғаға дәлел табу мүмкін емес десе де, Темірхан ағаның мазаратта қандай да бір тылсым күшке кез болғаны анық еді. Қымбатты Иман Нұр арнасының көрермендері, егер сізге бұл әңгіме ұнаған болса, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір жаза кетіңіз. Достарыңызға таратыңыз. Келесі кездескенше.